Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Осыдан почти бір ай бұрын Никакада авокадо жайлы видео түсіргем. Видеоны жақсы қарсы алдыңыздар, ал мен вроде ол туралы бәрін айтқан сияқты едім. Содан бері бірдеңе өзгерді ма, әлде жоқ па? Бірнеше жыл бұрын Никакада PewDiePie'дің Никакадаға жасаған реакциясын көргенде былай деген: мен 26-дамын, 30-ға толғанда аяқтаймыз. Осыны тағы да қайталайды. Мен 30 жасқа дейін жалғастыратынымды сезіп отырмын. Өйткені 30-ға толғанда түрлі нәрсе басталады. Негізі осыны тағы да бірнеше рет қайталайды. Сөйтіп 2022 жылы көктемде Никакада 30-ға толады. И сол күні не болды? Сіздер білгілеріңіз келеді ғой, иә? Бум! Мен салмақ жинауды ешқашан тоқтатпаймын деген видео салады. Ал енді ойланып көрейік. Әлі қанша өмір сүреді, қандай проблемалар бар және қанша ақша табады? Бастысы қалай? Никакадада өзіне деген қарсы келу бар. Бір жағынан өзінің денсаулығының нашарлауы, ол жайлы Ника талай рет айтқан болатын. Мен 70 килограмм астам салмақ жинадым. Айтпақшы, мен қазір дұрыс тамақтанып жүрмін. Салмақтың үлкейгені сонша өзімді жақсы сезінбейтін сияқтымын. Я, басымды өлімге тігіп жүрмін. Екінші жағынан ол үлкен табысқа ие. Ол OnlyFans жүргізеді және топ OnlyFans'тың 0,14% құрайды. Өзінің киімдері бар. Егер Никакада семіз болмаса, оған қызығатындар қалады ма? Мүмкін. Бірақ уже өзін басқаша көрсетуі қажет болады. Я, ол арықтаса қызығатын адамдар қалады, алайда қай уақытқа дейін? Айтайын дегенім, я, арықтайды, адамдар қызығады, ал ары қарай не болады? Мен оны түсінем. Өзімді соның орнына қойсам, ары қарай не істеймін? Сенде осы қалпыңда бизнесің іске асып жатыр. Бас тартып, басқаға көшу өте қиын болады. Қазір Никакаданы көретіндер хейтерлар. Олар адамның ақырындап өліп жатқанын көреді. Адамдарға жанжал ұнайды, жетіспеген адамға күлу ұнайды. Психологияға кірмей ақ қояйық, алайда олар осындай адамды көргенде өздерін ерекше сезінеді. И Никакада көрермендер оны жек көретінін біледі. Соған байланысты одан да көп біртүрлі контент жасайды. Бұл жерде Никоның форматта әрине жолы болды. Адамдар тамақ жегендерге қарағанда жақсы көреді ғой. Одан басқа ол не түсіреді? Әрине қалай арықтау жайлы түсіреді, ал содан кейін ол өзінің көрермендерінің көбісінен айырылады. Олар тамақ үшін келгендер ғой. Никакаданың мукбанг видеолары мощный екенін білесіздер. Осындай талантымен басқа бағытта жүрсе қиындау болады. Демек, қолына басқа ештеңе келмегендіктен жігіт денсаулығын құртуда. Әрине басқа айналысатыны болса, баяғыда ақ осы жұмыстан бас тартар еді. Я, 2016 жылы Никакада күнде видео салып жүрді. Ол кезде мукбанг танымал болған жоқ, алайда кейін бұл жанр үлкейе бастағанда Никакаданы өзімен алып кетті. Біз жазбай тұрып бірнеше каналым бар дедің ғой. Аха, қанша канал? 8? Жоқ, 1, 2, 3, 4 канал. 4? Жоқ, 5, я, 5. Жарайды, 6 канал. Орлиннің каналын есептесек. Мен влогқа да канал ашайын дегем, қалай арықтау керек, қыдыруға арналған канал. Никакада көрермендерін видеоларымен батыра бастайды, ал өзі каналдарымен көміледі. Қазір кем дегенде 7 каналы бар, санап отырғым келмеді. Бұл жігіттің жұмысқа деген белсенділігіне қызығуға болады, бірақ мукбанг жанры қызық емес бола бастады. Көп мукбанкерлер осыны тастамаса да видео анда-санда салатын болды. Никакада да көп салмады. Мукбанг жанрынан шаршағаны көрініп тұрды. Болған белсенділік азайып, энергиясы азайғандай. Ол жиі шаршап жүрген адамдай көрінеді. Бұл жай ғана жалығу емес, әйтпесе басқа контентке кетуші еді ғой. Ол сұхбат бергенде әрбір килограмм қосқан сайын өмірі нашарлап бара жатқанын айтты. Мен сенің видеоларыңды көрдім, ол өтірік па? Бір видеода жүрек ауруым бар деп едің ғой. Аха, ол рас. Рас па? Шынымен солай болды. Бұл жерде ол үшін 300 фунт шектеулі деп айтады. Демек 130 килограмм. Неге именно 300 фунт? 300 фунт содан артық кетпеймін. 400 уже көп. Никакада 300 фунттан артық бармайтынын айтады. Міне 30 жасында түсірген видеосы. 400 уже көп. Бір кезде адамдар Никакада осыны тастады деп ойлайды. Туған күнінен кейін каналында 30 күннен астам видео салынбады. Бірақ 5 тамыз ол қайтып келді. Ал енді егер Никакада OnlyFans'тың 0,14%-ын ұстап отырса,
Мамандардың есебі бойынша ол айына 50 000 доллар табады. Ал бір сұхбатында киімдерінің сатылуына байланысты 500 000 доллардан асып кетті. Егер барлық YouTube каналдарын қосып есептегенде, аз дегенде жылына 1 миллион доллар табады. Бір жағынан шал болғанша ақшаның жоқтығына басын қатырмай өмір сүру, екінші жағынан шал болғанша өмір сүру. Менің ойымша ол осы оқиғадан максималды сығып алғысы келеді. Ол 30 жасында шынымен қойғысы келді деп ойлаймын, алайда танымалдылық хайп арқасында ойланып қалды. Білесіз ба, мен психотерапевтке бардым. Ол дәрілер жазып берді, мен соны әлі ішіп жүрмін. Өмірде не істеп жүргенім біртүрлі болып көрінеді. Әрине психикаға әсері бар, и осыны мен қалай шыдап жүрмін, мен білмеймін. Терапевт не айтқанын білесіз ба? YouTube'ты таста деді. Егер сен маған төлесең, тастаймын. Бұл менің жұмысым. Никакаданың айтуы бойынша, бұның барлығы бір үлкен эксперимент. Ал енді тағы да бір видеолар болып жатса, Никакада жайлы бір ақпараттар шығып жатса, тағы да видео жасаймын. Негізінде осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.